Ең әлсіз ойламаған нәрсе ол бала. Баламыздың қолына планшет, смартфон береміз. Тыныш отырса болды. Солай ғой? Әлеуметтік желінің өзіміз Фейсбукта, ВКонтактеде бірдеңеде отырамыз, ютубтан сериал көреміз. Бала тыныш отырса болды. Сіз байқадыңыздар ма негізі? Балалар реклама көргенде тынышталып қалады. Өйткені ол реклама адамдардың подсознаниесіне есептелген емес, санасына емес, төп санасына. Сондықтан санасы қабылдамағандықтан жүгіріп келеді. Жылап жатқан бала тынышталып қалады. Кез келген рекламаны қосып қойыңызшы, жылап жатқан балаға реклама қосып қойып отырады. Сондықтан біз не істейміз? Смартфонды беріп қоямыз да, тыныш отырса болды. Аяққа оратылып жүрмесе болды, қойып қоямыз да, отыра береміз. Болды. Ал оның ішінде жақсы да, жаман да, таңсығы да, таңсығы да, керегі де, кебегі де бәрі бар. Ол ашық тұр. Ашық түрінен құтылу оңай. Жарайды, өзіміз ештеңе етпейміз ғой, заң бұзбасаң, ештеңе істемесең, жүре береміз ғой деп ойлаймыз ғой. Бірақ бала ең негізгі жағы бар. Оның құқықтық жағын қазір айтайын, бірінші әлеуметтік жағын айтайын. Да. Так что? Мир? Мир. Но однажды все изменилось. Это был день, когда на свет появился ты. Я пришел и увидел этого маленького теленка. Рога и копыта орысшасы, қазақшасы мүйізділер мен тұяқтылар деп аталатын бір фермада болған оқиға туралы. Тамаша мультфильм негізі. Бұлар сиырлар емес. Сиыр сияқты ғой, желіндер салбырап жүр. Сиыр емес, екеуі де бұқа. Біреуі әкесі, сынок дейді, папа дейді. Аусы жуан, көрдіңіздер ме? Екеуінде де бірақ желін деген салбырап жүр. Екеуі де бұқа, біреуі бұқашық. Біз баланың санасына не үйреп жатырмыз? Бұқалар да осылай жүре алады, еркектер де осындай желіммен жүре алады деген әңгіме ғой. Арғы түбінде сол. Ал оны біз байқамаймыз, дейміз де жүре саламыз. Тамаша мультфильм. Мына жігітті точно тап тұрсыздар. Бұқа жаңағы Рога и копытадағы. Мына жігітті танисыздар ма? Жігіт так, білмеймін, қыз деп айту керек па? Сот қойып жүр, жігіт деп айту керек деп. Мына жігітті туған, бірақ осы қыз болғысы келген Кончита Вурст деген Евровидениенің жеңімпазы. Демек, мынаны көрген бала мынандай болып жүру ерсі емес деп оған. Оған біз дайындап жатырмыз. Оның алғашқы нәтижелері шығып жатыр. Мынау еркекке үйленген Мерболат Құлбаевты жақтаған журналистің өзі сынға ұшырады. Бұл біреуі мысалы. Келесі. Ширекті бәріңізде көрген шығарсыздар, иә? Былай қарасаң, тамаша сюжеті де бар жақсы, ертегілер сияқты. Бірақ ішінде осындай моменттер бар. Мысалға, мынаны көрген бала экологиялық құрмет деген бола ма онда? Жыландалады да, өледі. Мақаналады да, өледі жайды. Босатып жерсін енді одан кейін. Жоқ, екеуі кетті аспанға. Шаруасы жоқ. Енді біз оны байқамаймыз. Ой, біз ересектеріміз ғой, қызық үшін қызық болды. Ал бала не деп ойлайды? Болады екен ғой, ана жаққа жібере берсең де болады екен ғой. Кез келген бақаны алып үріп көрсем ба деген сияқты. Біздің подсознание, біздің түп санамыз барлығын қалдайды. Яғни бұны 25-ші кадр дейді. Кадрдың ар жағында. Осыдан кейін біз таң қаламыз. Неге Қазақстанда жыл сайын жас өспірім қыздардың аборты неге көбейіп жатыр? Мына жерде мынау ерте жыныстық жетілуге арналған 25-ші кадрлар. Одан басқа колобойлар дайындауға арналған 25-ші кадрлар, лесбиянкалар дайындауға арналған 25-ші кадрлар, тағы басқа. Жаңа біз бір-екеуін ғана айттық. Одан басқа айталық Миньон деген өте түрлері әдемі, сондай бір Миньоны деген сезон бар. Оның білесіздер ме мақсатын? Оның негізгі идеясы. Одан басқа Monster High. Олардың ұйықтайтын төсек орындарын табып, өздерінің үсті бастарындай қиқы-жиқы. Monster High-дың идеясы, сосын анау аяқ қолдары сынып қалған, сосын ішінде бір жас оқитын қыз бар. Ол урод болып көрсетеді жаңағы, сөйлемейді. Ол Винкстің Спанч Боб, мынау Библияда көрсетілген. Енді бұны не істейді, қалай тияды? Құқықтық жағы қандай?